İslam dinin қабылдау үшін не істеу керек? Құран кәрімде Алла кімді тура жолға салғысы келсе, оның көкірегін, яғни көңілін иман нұрымен нұрландырып, исламға айқара ашады делінген Әнғам сүресі 125 аят. Басқа діндегі адам мұсылман болу үшін шахадат кәлимасын, яғни Ашхаду анна илаха илlalлаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп айтады. Мағынасы: мен Алладан басқа құлшылық етуге лайық ешбір құдай жоқ екеніне, Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екеніне куәлік етемін. Иман сөзін тілмен айтып, жүрегімен бекіту шарт. Ислам дінін қабылдаған адам алдымен таңдаған жолы, діні хақ екеніне, оның әрбір үкіміне сеніп, иман келтіруі, өзінің сенгенін тілмен айтып, иқрар етуі парыз. Иманның шарттары жетеу: Алла тағалаға, періштелерге, түскен қасиетті кітаптарға, пайғамбарларға, ақырет күніне, тағдырға, яғни жақсы жаман істердің әрбірі Алла тағаладан екеніне, қиямет күні қайта тірілуге кәміл сену, илану. Құран кәрімде уа иман еткендер, Аллаға, пайғамбарына һәм пайғамбарына бірте-бірте түсірген кітапқа, сондай-ақ бұрын түсірген илахи кітаптарға лайықты түрде иман келтіріңдер. Кімде-кім Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына және ақырет күніне иланбай күпірлік қылса, онда шүбәсіз хақ жолдан мүлдем алыстап, қатты адасқан болады делінген Ниса сүресі 136 аят. Ислам дінін қабыл еткен адамның өткен барлық күнәсі кешіріледі. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ислам бұрынғы күнәларды өшіреді деген Муслим. Ислам дінін қабылдап, мұсылман болған адамның қосыл құюыны мұстахаб. Әл-Жауһарат ұн найра 146. Оған ислам дініне қатысты керекті ілімдерді үйрену, намаз оқуы, бай болса зекет беруі, Рамазан айының оразасын ұстауы, шамасы келсе қажылық сапарына баруы міндет болады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин вал ақибату лил муттақин вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи. Әмма бәд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ғұсыл мәселесі. Бұл ғұсыл бой дәрет дегені. Ерлі зайыпты бірін-біріне қосылған кезінде, немесе бір адам ихтилам болып боянған кезінде, және әйел кісі хайыз нифастан тазарған кезінде парыз болады. Ғұсылдың парыздары үшеу. Ол бірінші ауызды шайқау, ғарғара қылып, екінші мұрынды шайқау, мұрынды аштап, сосын үшіншісі бүкіл денеге су жеткізу. Міне осы ғұсылдың үш парызы болады. Енді ғұсылдың сүннет болатын сүннет амалдар бар. Сүннет амалдар мәселен жаңағыдегі бірінші нәжас тиген жерлерді жуу, содан кейін барып қолды жуу, кейін барып дәрет алу. Одан кейін мәселен сол жаңағыдегі әрбір жуатын жерлерді үш реттен жуу, мәселен ауызды үш рет шайқау, мұрынды үш рет шайқау, бүкіл денеге үш рет су жеткізу. Ғұсылды мәселен және жұма күні құйынып бару ғұсыл. Сүннет амалға жасап. Не үшін десе, жұмада көпшілік жиналады, сол көпшілік жиналған кезінде адамның үстінен жақсы иіс шығып тұрсын. Алдындағыларға үстіндегі мәселен тер немесе басқа иіспенен зиян жеткізбесін. Ислам діні адамзатты әрдайым осылай тәрбиелейді, тазалыққа тәрбиелейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ан-назафату шатрун минал иман деген. Тазалық бұл иманның жартысы деген. Бойда реті жоқ адамдар, яғни ғұсыл ашып болған адамдар Құранды оқуға болмайды, намаз оқуға болмайды. Сол себептен мешітке келген кезімізде, біздер намаз оқуға келген кезімізде әлбетте ең бірінші бой дәрет болу керек, сосын дәрет болу керек.